Сәлем достар, сіздерге колонка алдым. Соны таныстырып өтуді жөн көрдім. Мына колонканың бір жақсы қасиеті, екі функцияда қызмет атқарады. Яғни біріншісі караоке, екіншісі блютузбен өлең айтып, билеп, шағын отырыстарды көңілді өткізуге болатындығын айтқым келеді. Осыны мен арендаға бергендіктен толық қарап шығуларыңызды сұралам. Мынау бір музыканы қайталап қоя беретін, мынау подсветкаларын өзгертетін кнопка. Мынау өлеңді артқа ауыстыратын, мынау алдыға ауыстыратын, мынау пауза. Мынаны қараңыз, тура сіздікіндей колонка. Мынау получается міне мына жақ, мынау дауысы, колонканың өлеңнің дауысын шығарып басатын. Мынау бас қосады, мынау гитараның дауысы, мынау гитараның тоже настройкасы. Мынау 12 вольт машинамен зарядкаға қойса болады, 220 тоқпен зарядка қойса болады. Жаңағы ұстап тұрған тоғыңыздың біреуін мына жаққа тығасыз, қызыл сары тоқты телевизорға тығасыз. Егер телевизорде Bluetooth болса, телевизордың Bluetoothмен қосылуға болады. Мына жерге гитара қосуға болады. Мұнда тағы проводной микрофон қосуға болады. Мұның бәрі каждый өлеңге настройка жасалынып қойылады. Мұның бәрін бүйтіп жоғары көтеріп қойсаңыз, дауыс қаттырақ шығады. Мынау микрофонның настройкасы, мынау микрофонның дауысы, мынау микрофонның эхосы, басы деген сияқты микрофон дауыстары. Мынау кнопка арқылы қосасыз. Радио, мынау радио. Мынау флешка қосасыз бұған. Так. Мынау Bluetooth телефон арқылы қосасыз. Өстіп Bluetooth дегенді қосасыз да. Телефоннан Bluetooth'ды қосып, осы колонканың модель осыған қосасыз. Мынаны былай жоғары көтеріп басып қою керек. Бұл жаңағы микрофонмен сөйлеген кезде өлеңнің дауысы жоқ болып кетсе, егер мынаны басасыз. Жаным ау, күнім ау, әр сенің қалығың, шалғайдың мендегі көңілдің сынығын, сен барда жанымда, ерке тай құлының, бақытты ананың әнінің